Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Мынау компост. Өткенде дайындаған компостымызды екінші қайтара үстіне су құйып, бетін жауып дайындап қойғанбыз. Енді оны кеше 2-3 күн бұрын сұйықтықтарын жеміс ағаштарына құйып тастадық. Енді мынау астындағы қоймал жаңа. Енді осы мына жеміс ағаштарына қалай қай мөлшерде салу керек екенін көрсетеміз. Енді ең күшті, ең керемет жерді осы мінекей астындағы қоймал жаңа. Мінекей достар, күн ысыды. Енді күн ысыда жеміс ағаштарыңызды тез-тезден суғарып, тез-тезден тамақтандырып тұруымыз қажет. Енді өздеріңіз бақшаңызда белгілі, жеріңіздің құнары аз болса, төмен болса, енді осындай жемістер түйіп тұрған болса, осы жемістерді сақтап қалу мақсатында тез-тез суғарып, тез-тез тамақтандырып тұруымыз қажет. Қолдан келгенше барынша тез-тезден тамақтандырып тұруымыз қажет. Мынандай органикалық тыңайтқыштар, мысалы компост, органикалық тыңайтқыштар беретін болсаңыз, 4-5 күннен беріп тұрсаңыз болады тез-тезден. Егер минералды тыңайтқыштар беретін болсаңыз, оны 7-10 күннен тез-тез салып, қайталап салып тұруыңыз керек достар. Мына жемістерін түсірмей сақтап қалу мақсатында. Енді мен сіздерге компостты қалай салу керек екенін көрсетейін қазір. Мінекей мынандай 7-8 литрлік шелек, өткенде көрсеткен. Осы міне бір шелекті мынандай қоймал жаңа аламыз. 7-8 литр жобасында. 5-6 жылдан бері жеміс беріп тұрған ағаштарға осындай бір шелекті мінекей қоймал жаңа астына саламыз, айландырып. Қараңыздар. Күн ысыда жеміс ағаштар жеріңіздің құнары төмен болса, аз болса, тез-тезден тамақтандырып тұруымыз қажет. Осындай астына салғаннан кейін мінекей түрлерін қараңыздар, керемет болып тұр. Тыңайтқыш нағыз әдемі. Осылай мінекей бір аударып шығамыз. Мынау суғарылған жер. Әуелі суғарып жібереміз. Керемет болып тұр, жұмсақ болып. Оның үстіне мынаны салдық. Бір аудардық. Енді су ашып жіберсек күшті болады. Мінекей достар, мынау да көп жылдан бері жеміс беріп келе жатқан ағаш, шабдалы. Оның да түбіне осындай 7-8 литр жобасында құйдық. Қоймал жаңын, компостын. Енді тез-тезден осындай жеміс түйіп тұрған кездері тез-тезден жемістеріңізді тамақтандыруыңыз керек. Тамақтандыра беру керек. Жемістерін сақтап қалу үшін. Тез-тезден. Бәрін астына аударып, енді суарып жіберсеңіз өте керемет болады. Мінекей достар, осылай жеміс ағаштарыңыз тез-тез тамақтандырып тұрыңыздар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер. Достар, аман сау болыңыздар.